Қайырлы күн достар. Қалдарың жақсы ма? Сендермен жаңа тақырыппен бөлісеміз. Бүгін біз мамандықтар туралы сөйлесеміз. Тақырып өте пайдалы деп ойлаймын. Алдымен өзім туралы аздап айтамын. Менің мамандығым мұғалім. Мен қазақ тілін оқытамын. Мен онлайн жұмыс істеймін. Сабақта біз бірге сөйлейміз. Біз жаңа сөздер үйренеміз. Енді жақындарымның мамандығы туралы айтайын. Менің әкем инженер. Әкем зауытта жұмыс істейді. Ол техникамен жұмыс істейді. Ол өте ақылды адам. Менің анам дәрігер болып жұмыс істейді. Анамның жұмысы ауруханада. Ол адамдарды емдейді. Оның жұмысы өте маңызды. Мен анамды мақтан тұтамын. Менің інім студент. Ол университетте оқиды. Ол көп оқиды. Ол болашақта бағдарламашы болғысы келеді. Бағдарламашы компьютермен жұмыс істейді. Қазір бұл мамандық өте танымал. Менің құрбым тәрбиеші. Ол балабақшада жұмыс істейді. Құрбым балаларды жақсы көреді. Ол да өз жұмысын ұнатады. Енді ең жиі кездесетін мамандықтар туралы сөйлесейік. Дәрігер адамдарды емдейді. Мұғалім сабақ береді. Инженер техника жасайды. Полиция қызметкері тәртіп сақтайды. Сатушы дүкенде жұмыс істейді. Ол тауар сатады. Аспаз тамақ пісіреді. Аспаз мейрамханада жұмыс істейді. Жүргізуші көлік жүргізеді. Ол автобус немесе такси жүргізеді. Құрылысшы үй салады. Ол құрылыс орындарында жұмыс істейді. Фермер мал бағады, сосын тағы егін егеді. Бұл да маңызды жұмыс. Әр мамандықтың өз міндеті бар. Барлық мамандық қоғамға керек. Әр адам өзіне ұнайтын жұмысты таңдауы керек. Мамандық таңдау өте маңызды. Жұмыс істеу үшін оқу керек. Білім алу керек. Мен бұл тақырып сендерге қызықты болды деп ойлаймын. Тыңдағандарына көп рахмет достар. Келесі подкастта кездескенше.